Достар, келесі жылы порог өте көтеріліп кетеді. Байқадыңыздар ғой, 460 мыңнан 810 мыңға дейін көтеріліп кетеді жастарға байланысты. Яғни процентпен қарайтын болсақ, 14-те 11%, 8-де 19%, 14-те 11%-ге дейін көбейіп кетеді. Енді осы көбеймей тұрып алып қалған ақшаңызды қайда пайдалануға болады қазіргі таңда? Оны міндетті түрде отбасы банктің депозитіне салуға болады. Ол депозит салған кезде депозитіңізге отбасы банктің 2% мен банктің сыйақысы, сосын мемлекеттік сыйлықақы, ол госпремия дейміз ғой, госпремия 20%, ол да түсетін болады. Яғни жылдан жылға жеңілдеп болса да көбейе беретін болады. Ары қарай жинақтап бір әрекет жасап алуға да болады. Ол бірінші нұсқасы. Екінші нұсқасы, егер сізде отбасы банкта ипотекаңыз бар болатын болса, онда сол ипотеканы частично досрочное погашение дейді ғой, соны жабуға жібереді. Бірақ келесі жылдан бастап өзгерісте байқасаңыздар, достар, былай істеп тұр. Частично досрочное погашение жіберген жағдайда сіз тек қана негізгі қарызды ғана жаба аласыз. Ал енді сол күнге дейінгі процент болады ғой отбасы банктің қойылады, оны өз қалтаңыздан міндетті түрде төлеу керек болады. Бұрын осы уақытқа дейін қалай болған еді? Ол бүгінге дейінгі процент бар, еще основной долг бар, соның бәрін есептейді да, сол емпредтің ақшасымен жаба салатын еді. Ал қазір олай болмайды. Емпредте қанша ақша тұр, сол тек қана основной долгқа ғана кетеді да, ал сол күнге дейінгі процентті міндетті түрде сіз текущий счетқа ақша салуыңыз керек. Осыны ескеріңіздер. Ары қарай емделуге де жұмсауға да болады. Енді қазіргі таңда тіске тоқтатып қойды және көзге де тоқтатып, ал басқа шынымен қатты ауру, басқа түрлері болатын болса, оған емделуге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан максималды пайдаланыңыздар. Қалай пайдалану керек, егер оны барлық білмейтін болсаңыздар, онда төменде тұрған номерге, адреске хабарлассаңыздар, біздің мамандар ақылы түрде сізге көмектесіп береді.